Мен Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейнесі» шығармасын оқыдым. Шығарма меңіреу қалған, өмірге мүгедек болып келген 16-17 жасар Ләйләнің өміріндегі қиындықтар жайлы баяндалады. Семей полигонда өмірге мүгедек болып келген Ләйләнің түрі 8 жас шамасындағы кейіпте қалып, өспей қалған. Атанадан ерте айырылған байғұс Ләйлә әпкесі Қатираның қолында өседі. Қатира оны үнемі кемсітумен, қорлаумен өсірді. Байғұс Ләйлә әр түн сайын аймен сырласады. Бір тойда өзінің бала күнгі досы Құмарды би алаңында өзін сезінгендей елестетеді. Байғұс Ләйлә әр түн сайын аймен сырласып, айда, Ләйлә да бір-бірін қимай қоштасты. Шығарма соңы Ләйләнің өлімімен, Қатираның жалғыз ұлының тойының жүзеге аспауымен аяқталады. Шығарманың негізгі идеясы Ләйләнің өмірін мысалға ала отырып, Семей полигонының зардабы, халықтың мұңы баяндалады. Адам мінезінің әртүрлі екендігі түсіндіріледі. Өзгенің өміріне күле қарамай, түсіністікпен қарауға шақыратын шығарма. Шығармадағы негізгі кейіпкер Ләйлә, мүгедек, мәңгілік бейнесі сақталған жан. Өмірінің тәттісінен ащысы басым, тағдыр тәлкегіне ұшыраған, Қатираның құлына, елдің мазағына, аяушылығына арналған кейіпкер. Қатира Ләйләнің жиен әпкесі. Оны үнемі кемсітумен, қорлаумен өсірген кейіпкер. Өзінің жалғыз баласының қамын жеген ана. Құмар Ләйләнің бала күнгі досы. Оны кішкентайынан Ләйлек деп атаған. Мәңгілік бала бейне шығармасы күллі қазақ халқының мұңын жырлаған шығарма. 16-17 жасар Ләйләнің Семей полигонынан мүгедек болып, оның туған жері қарауылдың ащы болмысыменен жай күйде бейнеленген шығарма. Ләйлә ядролық сынақтың зардабынан емес, адам әрекетінен өз өмірімен қоштасады. Қоғамның лас әрекетіне шыдамаған Ләйлә өзімен бірге оның қарауылы да, ұлты да мәңгілікке өшеді. Мен сіздерге осы мәңгілік бала бейне шығармасын оқуға кеңес беремін.